жатырсың ба телефонда? Бір пайдалы іс-әрекетпен айналыспайсың ба? Жата берме телефонда. Мына мәңгүрттерге қазақ болуды үйретіп жатым да. Тағы кімдерге үйретіп жатсың? Мына Фейсбуктағыларға да клин мәңгүрт болып кеткен. Қалай үйретіп жатырсың сонда? Кәдімгідей қазақша жазыңдар, қазақша сөйлеңдер, патриот болыңдар деп. Сенің жазған айтқандарыңнан патриот бола қойыпты олар. Мейлі, болмай қойсын. Маған десе көшіп кетсін. Бірақ та біз жаза беруіміз керек, айта беруіміз керек. Ал өзің не істедің? Шаршадым. Мына жайықты қорс қылып кетіпті. Не бітіп те қоймайды, не қойып та қоймайды. Қашан қоқыс екенін кім білсін? Ергесіңдер сендерде. Жайықты жинамау керек. Адам деген басынан бастап ойланбай ма? Жинап емес, шашпау керек мусорды. Басынан ойлану керек еді. Ертең таңертең боссың ба? Неге? 3-4 қария адам бар еді, солардың үйін жинастырып тастайтын. Жоқ. Ертең бізде бой. Не бой ол? Сборный Қазақстан. Бокс қой, бокс. Атырауда бола ма? Жоқ, Америкада. Онда сенің не қатысың бар? Былай тетпейміз бе? Ергесің сен. Мәңгүрттің алды отыр. Что там, бокс не ол? Таста оларды. Қайдағы жоқ, мексиканстардан атып қалды. Намысшыл болмай ма? Мына жігіттер сияқты. Қайсы, кімді айтасың? Раха Ақтоғанский, Серік Кабан 90 жылдар дір керткен. Қазақстанды ұстаған.